Мен Бақыт Төрехан қызымын. Өзім ұстазбын. Еңбек жолым 43 жыл. 3 балам бар. Үлкен қызым Нұргүл 79 жылғы. Одан кейін Зәкен деген ұлым бар. 81 жылғы. Одан кейін 91 жыл Дархан деген ұлым бар. Ол Астанада тұрады. Қызым жана осында тұрады. А осы менімен бірге жана Зәкен деген екінші ұлым тұрады. Келінім бар, Венера деген. Екінші келінім Диана. Күйеу балам бар, Мұрат деген. Сол сөйтіп жүріп жатқан жағдай. Мен 43 жыл биыл істеп жатырмын. Негізі зейнеткермін, бірақ орыс тілінің маманымын. Орыс тілі маманы қазір аз болғандықтан, жұмысқа шақырғандықтан істеп жатырмын. 10-11 сыныпқа сабақ беремін. Енді жұмыстан басқа үйде немере қараймын, арасында немерелерім үлкен, бірақ бәрібір көңіл бөлемін. Кітап оқимын, телевизор қараймын, енді үй шаруасына біраз көмектесемін. Сосын жаңағы жұмысымды істеймін. 4 күн жұмыс істеймін, сағатым аз, әдейі солай өзімнің неме қарай, шамама қарай. Сонда енді баратын жеріме барам. Мен негізі енді көп еңбек еттім, жаңағы енді мұғалімдік, ұстаздық жұмыс қиын екенін де белгілі ғой. Сондықтан одан да емес шығар, енді денсаулығым кішкене сыр беріп, иммунитетім төмен, жиі грипп бола беретұғым, сосын асқазаным, өт жолдарым ауыратын, сосын көп шаршайтұғымын. Содан осыдан 3 жыл бұрын Семейден бір Әсия деген қайынсіңлім келіп, апай ламифарен ішіп көріңізші деп, одан звондады, апай қалыңыз қалай, ламифарен ішіңізші деп қайта-қайта айта берді. Содан ол кезде рекламаны көрем ғой, бірақ соған бір мән бермейді екем. Содан интернетке кіріп қарасам, жаңа Тимирязева 69-да офисі бар екен деп, сон бардым. Сол жерде Жанат деген жігітпенен танысып, ол кісі бәрін айтып, жаңа түсіндіріп, сол жерде ішкізіп көріп, дәмі не екен жаңа гел болды ғой. Сосын 3 несін алдым, үйге кеп іше бастадым. Бір 4-5 күнде мен результат көрдім. Бұрын мен қанша өнімдер іштім, продукциялар көп іштім. Бірақ бәрін 5-6 күнде айту асқазанымды ауыртады, ешкім келмейді, бір нәтиже көрмеген сияқты тастап кететұғым. Ал енді осы жол ламифарен 1 жыл іштім мен, үзбей. Кәдімгі таңертең кешке үзбей 1 жыл ішіп отырдым. Мен сразу не көрдім, результат көрдім. Әсіресе мына асқазаным мен жиі ауыратын. Панкреатитім жиі ұстап қалатын, приступ болып ұстайтын. Сол приступ болмады, сосын жаңа асқазанымды өзім байқай бердім. Өтім, асқазаным жақсы болып жүрген. Басым ауырғаны қойып, өзім жеңіл сезініп, содан енді жақсы бола бастағанда мен іше бердім. 1 жылдан кейін 1-2 айға ғана үздім. Негізі тексеріп көрдім, тәуелділік бар ма жоқ па деп. Бұл продукцияға тәуелділік болмайды екен. 2 айдай үздім, одан қайтадан іштім. Одан кейін кішкене 3 ай, 4 ай ішіп арасында 15 күн, 20 күн ішпей, солай мені биыл осы мына февральда 3 жыл болады ішкеніме. Өзіме сондай, білмеймін, ұнады. Көп жылдан бері менде бұрыннан асқазанмен өт жолдарым, панкреатитім көп жыл болып кетті. Жұмыс жасайсыз, оны қалай? Енді арасында дәрігерге қаралып, система алып, укол алып, емделіп жүресің, кішкене 1-2 ай қояды, одан кейін қайтадан басталады. Соң тағы да айту, ананы ішіп, мынаны ішіп, сөйтіп жүресің, қайтадан қарала сөйтіп жүретінсің. Мен мені 3 жыл болды, асқазаныма, панкреатитіме система алған жоқпын. Бұрын контрекал, тағы бір нелер бар еді, контрекал құймай, мен тәуір болмай тұғым. Мен 3 жыл болды, енді даже айтуға да не қыламын. Олай айтпаймын, бір, енді менде возраст бар ғой, мен 65 жасқа, мен жазда бұйырса 65-ке толам. Ол енді бәрібір адам жасың ұлғайғаннан кейін болады ғой, енді денсаулықта ақаулар. Ол енді панкреатит туралы айтуға да не, ол өте қиын оның несі. Кәдімгі аузың кеуіп, денеңнің бәрібір жаман болып, жүрегің айнып, қатты күйге мазасызданасың. Мен енді ол бола ма, болмай ма білмеймін, бар алген шет тұғын. Таблетка бар алген, бірінен кейін бірі
2-3 таблетка ішіп алам. Сосын 1-2 күн байқайым, болмай бара жатқан дәрігерге барам, система құйғызам. Ылғи да солай жүретұғым. Жоқ, мен осы 3 жылда асқазаныма панкреатитіме алған емеспін. Бірақ әрине мен күтініп, жаңағы қуырған тамақ, нені аздап ішіп, жағдайыма қарап жүрем. А ол кездерде мен андай голодная диета дейді ғой, сондайға отырып қалатұғым. 1 апта, 2 апта, 10 күнге дейін жаңағы каша жеп қана, су ішіп қана, байқап жүріп, сөйтіп қалатұғым. Қазір ондай менде осы 3 жылдан бері болған жоқ. Сол үшін мен анандай іше бергім келеді да, ойлаймын енді поддерживать етуім керек организм деп ойлаймын. Ол любой ауру бір жаққа кетіп қалмайды ғой, күтінбесең. Айтады ғой, анандай бір әлсіреп, көбінесе сөйтетұғым, шаршап, сондай бір кішкене адамға күш қуат береді. Мен енді қызым да ішті. Мен қызыма да іш деп жаңа болмаймын ғой айтып. Сонда қызым айтады, мама, күш қуат пайда болды менде дейді. Сосын басым ауырғаны қойды дейді, арасында давлениесі көтеріліп қалатын, давлением, қаным сұйылтады ғой деймін, давлением нормализоваться етті дейді. Сосын ол да айтады, асқазан, өт жолдарым бәйтеуір бір ішқұрылысым жақсы болып, бір көңіл күйім жақсы болады деп жаңағы неғып сол ішіп жүр. Нұргүл мені былтыр бір 2 айда ішкен, одан кейін ішпеді, енді қазір мен 3 ай, 4 айдай болып қалды ішіп жүргеніне. Бір кезде келінім де ішіп көрді. Сол келінімде, мама, жақсы продукция ғой деп, енді ішіңдер десең, олар жастар ғой, кішкене анандай жарайды дейді, жүре береді. А мен ойлаймын, адам жанына батқан адам ем іздейді. Ем қандай нәрседен болса, соны адам ішеді. Өте білмеймін, мен енді өзім шын жаңағы доставка келеді, Гүлбану деген қыз звондап тұрады. Бір несі, бұл компанияны звондайды ғой, сразу бір 5-6 күнде, апай қалайсыз, жағдайыңыз қалай, жақсысыз ба? Сосын заказ берсең, қолма-қол заказды алып, осындай күн апарат, доставка мені айтты ма, сол сағатта келеді, 4 дейма, 4-те келеді, 3 дейма, 3-те келеді. Сондай бір өздерді поддерживать етіп, қалайсыз деп біліп тұрады, маған сонысын айден. Мен осыны айтып берейін дегенім, өзім ризашылығымды білдірейін, үлкен адаммын ғой, анандай ризашылығымды білдіріп, осы өнімнің жақсы екенін, мен инстаграмға да жаңағы не жазып отырам, пост жазады ғой, соның астына отзыв жазып отырам. Қанша адам өзінің ауруына ем таба алмай жүр ғой, бірақ енді былай ойлауға болмайды, әшейін 2 күн іштім, 3 күн іштім, 1 апта іштім, жазылып кетемін. Ұзағырақ ішу керек. Бұл енді дәрі емес қой. Жаңа көп витаминдері бар, балдырдан жасалған продукция болғандықтан, әшейін 5-6 күн іштім, болды, тәуір болмадым деуге болмайды. Ұзақ уақыт, 1 ай, 2 ай ішіп көру керек. Сәл жақсы болса, ары қарай іше беру керек. Сонда жаңағы мен ойлаймын, әр адамға да ем болады деп. Бізде бір апай бар екен, мен ішем, өте жақсы, апай алдыңыз ба, ішіп жүрсіз ба деп сұрап жүреді. Ол кісіге де жағыпты. Ал былай жалпы айтып жүрем, енді елдер онша бір тыңдап, мен бірақ ойлаймын, адам шын жанына батса, адам ішеді деп, ішіп көреді деп ойлаймын. Әйтеуір қандай продукция жақсы десе, ішіп көрем, 5-6 күн ішем да, ол қалады. Мен қайынсіңлім Семейде тұрады, сол қонаққа келді, мен ол кезде бір ота жасатқам. Сол отадан кейін де әлсіздік пайда болып, жаңағы сондай болып жүрген ғой, содан көріп, апай, неге алып ішпейсіз, сіздің жағдайыңыз көтереді ғой, мен осылай іштім, 3 ай іштім, жақсы болдым, ішіңіз күнде звондайды ғой. Сосын бір күні дәрігерге тексерілуге бару керек болды, қорқасың ғой, отадан кейін. Сон тексерілуге бару керек болды, ойладым, енді осыны түрмен барсам дәрігер не дейді дедім да, білмеймін, әйтеуір бір ойладым, жігерленіп өзім, қой, мен өзімді өзім емдеуім керек, көмектесуім керек өзіме деп, жаңағы баламды ертіп алдым да, екеуміз жаңағы айтып отырмын, Тимирязев 69-ға барып, сол жерден сөйлесіп, Жанатпенен сөйтіп не қылдық, алдым бірінші. Сосын бұл ненің жаңа айтып кеттім ғой деме, жаңағы гельдің, енді қазір капсула шығып жатыр ғой, гельдің бір жақсы маска, бетке маска жасасақ, қонаққа баратын болсаң, немесе жай күндер бір өзің қараймын деген кезде маска қолыңа бетіңе жасасаң, кәдімгі бұрын бір корейский маскалар 20 мыңнан бір қымбаттан алатынбыз ғой, одан да жақсы, кәдімгі бетің тартылып әппақ болады ғой, именно пигментация кетеді. Вообще жазылған ғой қағазында,
тизеге көп жерге ауырган жерге коюуга болот аппликация деп. Бирок энди арзан продукция эмес кой. Аяйсың да, ал бетке ол касыктын ұшымен кичкентай гана. Ол бетке мен келиним де, кызым да пайдаланып жанагы жүрөт арасында болгондо. Бирок энди кунттамайбыз го. Кунттасак пайдаланып бир аз кез, бир айдай жасап жүрөбүз, күн ара, күндө жасап калабыз. Ар калай энди. Бирок өтө жакшы. Ламифарен компаниясына мен шын жүрөктөн рахмет айткым келет. Осулай дертиме шипа болгонуна, жанагы өзүмө күч-кубат пайда болуп, жана ооруумө күрөшүүгө көмөктескенине мен ойлойм, ауырмай жүргөн адамдарды ден соолукту алдын ала жанагыдай карап, алдын ала профилактика жасау керек да. Сосын жаңада айтып кеттим ғой, жана кашан болсо менеджерлер телефон алмай калуу деген жок кой. Телефон алып, түшүндүрүп, бул продукцияны алгандан кийин 3-4 күндөн кийин бир звондайт. Бир аптадан бир звондайт, 10 күндөн кийин бир звондайт. Апай калайсыз, жакшысызбы? Аты жөнүң менен айтат. Сосын заказ берсең, заказыңды колма-кол акелет, доставкасын жана акелет. Кээде мен таң калам, даже мына акеп жүргөн курьерлердин өзү бир өтө адамга бир жакшы не кылат. Бир калай болсо солай эмес, бир акеп көрүп алыңыз, акчасын санап алып, сондай бир жакшы илтипат менен карайт биз клиенттерге. Мен сону өтө не кылгым келет, жана энди айтып кетким келет. Рахметимди, компания жұмысы өрлей берсін, табысты болсын дегім келет. Бәр қазақтың денсаулығы жақсы болсын деп, жанағы істеп жатқан жұмыстар жемісті болса екен деп шын жүрегімнен тілейм. Осыны айтып беруге де шын ниетіммен жанағы бір рахметімді, үлкен кісі болғандықтан бір рахметімді айтқым келгендіктен түсіп отырмын осы неге де, съемкаға да.